Дүниеде үш нәрсені жасыру мүмкін емес: түтінді, ғашықтықты және кедейлікті. Бір нәрсе жасағысы келген жолын табады, жасағысы келмеген себебін табады. Егер мойны болмағанда, түйе деген тым арзан. Алланың гүлді тікенді етіп жаратқанына таңғалудың орнына, тікендердің арасынан гүл жаратқанына таңғалыңыз. Ай шыққанда жұлдыздардың қажеті қанша? Денсаулығы болғанның үміті болғанның барлық нәрсесі бар. Батыр соғыста сыналады, дос қиындықта, дана адамда ашулы кезінде сыналады. Жылан шаққан мысық жіп көрсе жылан деп қашады. Әке өз шамасынан төмен деңгейде, оның балалары шамасының деңгейінде. Оның әйелі де шамасынан жоғары деңгейде киінуі керек. Түрме бау-бақшаның ішінде орналасса да түрме. Кінәңді мойындап кешірім сұра, өйткені айыпты жасыру сол кінәні екі есе арттырады. Жаралы бүркіттен сұрапты: сені неге сонша мұң басқан? Мені атқан жебенің артында бауырымның қауырсыны бар еді, депті. Аш есек тоқымын да жейді. Әйел көлеңке сияқты, ізінен жүгіргеннен қашады, алдында жүргеннің ізінен жүгіреді. Асқазан бос болса, денсаулық түзу, әмиян бос болса, мінез құлық түзу. Асқазан науқастықтың үйі, диета дауаның басы. Әрбір нәрсені түсінуге тырысатын адам өзінің қалай өлетінін де көзге алуы керек. Адамдар жетістікке жеткендерден аз, жолы болмаған, сәтсіздікке ұшырағандардан көп нәрсе үйренеді. Өзіне қажет емес нәрсені сатып алған кісі, өзіне қажет болған нәрсесін сатуға мәжбүр болады. Кім өзіне керек емес іске араласса, өзіне ұнамайтын нәрселерге жолығады. Тіпті өтірікші болсаң да, айтқаныңды есте сақта. Білімнің апаты ұмыту. Әйел өз иісін оңаша қалғанда ғана беретін бір гүл. Наданның ашуы сөзінде, ақылдының ашуы ісінде белгілі болады. Кітап деген адамның қалтасында алып жүретін бақша сияқты. Мылжың тозаққа кірсе де отын дымқыл депті.